Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы үйсіндер мен қаңлылардың материалдық және рухани мәдениеті. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: үйсіндер мен қаңлылардың мәдениетіндегі ерекшеліктер қандай? Сабақтың мақсаты: үйсіндер мен қаңлылардың қолданбалы өнеріндегі материалдық мәдениетін сипаттау, үйсіндер мен қаңлылардың рухани мәдениетімен танысу. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Ежелгі көшпелілердің материалдық мәдениеті мен дүниетанымын зерделедіңіздер. Оқушылар, ең алдымен білімнің сайтын пайдаланып, үйсіндер мен қаңлылардың материалдық және рухани мәдениетіне байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Үйсіндер мен қаңлылар сақ тайпасының мәдениетін одан әрі жалғастырып дамытты. Сауда қатынасының дамуы, темірден жасалған бұйымдардың, қарапайым тігін станогының және ағаш өңдеу, қолөнер бұйымдарының кең өріс алуы өркениеттің дамуына қозғаушы күш бола алды. Үйсіндер мен қаңлылардың материалдық мәдениеті толық зерттелді. Жетісу мен Сырдария қалаларындағы қазба жұмыстары ерте көшпелілердің мәдениеті, керамиканың негізгі типтері, еңбек құралдары мен қару-жарақтары жайлы мағлұмат алуға мүмкіндік берді. Ерте көшпелілердің негізгі баспанасы киіз үй болған. Кейбіреулері күймелі үйлерде де тұрған. Күймелі арбаны түйеге немесе өгізге жеккен. Қаңлыларда шаруашылық пен қолөнер жақсы дамыған. Әсіресе зергерлік, ұсталық өнер, құмыра жасау ісі өркендеген. Қорғандардан табылған темір заттар металлургия ісінің дамығанын көрсетеді. Халықтың бір бөлігі темір және полиметалл рудасын қазумен, алтын мен күмісті өңдеумен айналысқан. Қаңлылар арасында сауда-саттықта кең тараған. Көшпелілер мәдениетінде алтыннан жасалған тәті мен жүзіктің алатын орны ерекше. Үйсін қорғандары негізінен үйінді оба түрінде болған. Ер адамдарды қылыш, жебе садағымен бірге жерлесе, әйелдер сырға, жүзік, моншақ, тағы да басқа әшекей бұйымдармен жерленген. Үйсіндер мен қаңлылардың бейнелеу өнері сақтардың көркемдік дәстүрімен байланысты. Үйсіндерде құмыра жасау кәсібі ерекше дамыды. Қыш ыдыстар құмырашы ұршықшасында да, ішіне құм толтырылған мата қалыпқа қолдан жапсырып та жасалған. Үйсіндердің пайдаланған негізгі ыдыс аяқтары тегене, кесе, тостаған, құмыра және қазан болған. Бұл ыдыстарды әртүрлі пішінде жасаған. Ежелгі үйсіндер темір, мыс және қоладан еңбек құралдарын, қару-жарақ түрлерін, сәндік бұйымдарын жасаған. Тоқыма, жібі иіру, тері илеу, асыл тастар мен бағалы металл, сүйек өңдеу ісі де дамыған. Сырдария өңірі мен орталық Қазақстандағы қорғандар маңынан ер және әйел адамдардың мүсіндері табылды. Ескерткіштерде ежелгі заманның идеологиялық көріністері, яғни қаңлылардың табиғи құбылыстарға ерекше мән беріп, күнге, аруақтарға табынуы айқын бейнеленген. Оқушылар, бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: қарағалы тәттісінде не бейнеленген? Бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма: суреттерге мұқият қарап шығып, кәсіп иесін анықтадыңыздар. Оқушылар, тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.